Қайырлы күн. Кешегі күні чатқа мен өзімнің уровендерімді салған болатынмын. Қазір барлық уровендерді кетіріп тастап, сол уровендер қайдан қалай шықты барлығын түсіндіретін боламын. Қараңыздар, кеше бізде 249.98-де баға жабылып қалды. Соңғы жұма күні апта басталды. Енді қараңыздар, апта басталды, яғни недельный таймфрейммен сіздер міндетті түрде қарайсыздар. Өткен аптаға бір толықтай анализ жасап шығасыздар. Енді қараңыздар, бізде апта қалай жабылды. Яғни бізде апта қарасаңыздар, 217-ге дейін максимально бір құлап берген, осы жерден поддержка алып 249-дан жабылып қалған болатын. Қарасаңыздар, өте глубокий фитиль. Именно покупательдар не істеген, бағаны қатты өсіріп тастаған болатын. Енді біз зерттейміз. Осы сол апта максимально қай жерге дейін құлап келді? Ең поддержка алған жері 217.02, яғни біз жасаймыз привязка мынандай дистрибуционный свечканың минимумына. Яғни қарасаңыздар, недельно біз поддержканы алдық осы 217.80-нен. Яғни енді қараңыздар, біз максимально мына жерге келіп, осыны перелоуд жасай алмай денемізді тартып алдық, закрылись именно осы дистрибуционныйдың макс бағасы жағынан жабылып қалған болатынбыз. Яғни мен осы дистрибуционный свечканың лоу бағасынан жабылдым, бірақ та осының макс бағасы маған өте қызықты. Себебі мен көріп тұрмын, ол не істеді? Мынандай дистрибуционный свечканың уже үстіне мініп алып жабылып тұр. Үстіне мініп алдық. Одан кейін қараңыздар, мына жерде біз тоже құлап келіп, жабылған жеріміздің үстіне тоже шығып алдық. Мынандай дистрибуционны құлағанның макс бағасының үстіне шығып алдық. Міне осы жерге тура келіп тұрған екенбіз. Енді понедельно біз қарап қойдық. 249-да 14, яғни ол біздегі мына дистрибуционный свечканың 249-да 00. Дистрибуционный свечкамыздың макс бағасы. Және де чатқа жазған болатынмын, мен лонгқа қараймын, тогда, когда ол 249-да 00-дің үстіне закреп жасап, осы жерден поддержка алып жатқан жағдайда қана мен лонгқа кіремін деп жазған болатынмын. Енді қараңыздар, недельныйды біз қарап шықтық. Осындай, осы жердегі маңызды бағаларды сызып алдық. Тағы да не қарастыруға болады осы жерден? Бізде мына жерде қараңыздар, мына жерде гэп ап тұр. Осы гэп апты алып аламыз, себебі баға бізде мына макс бағадан құлап кететін болса, осындай уровендерге келген уақытта обязательно не болады? Обязательно бізге реакциясын береді осы жерге келген жерде. 238-де 25, 242-де 61, бұл біздегі недельный таймфрейм бойынша гэповый разрыв. Көріп тұрсыздар, 242-де 61 бізде зеркально тұрған уровень, мынаған зеркалим, и мына күндері біз келіп фитильмен осы гэптің минимумнан поддержка алып кеткен болатынбыз. Так, недельно разобрали. Енді мен мына жағымды внутридневкаға өткізіп қоямын. Внутридневкаға өтеміз. Енді дневканы қарайық. Дневкада мы тоже самое. Қараңыздар, где мы находимся? Мы находимся мынандай дистрибуционный свечканың бір күн, екі күн, үш күн бойы біз мына дистрибуционный максимумын и осының ортасы зеркальный уровеньді ала алмай, осы екі уровеньнің ортасында үш күн бойы қысылып жүрген болатынбыз. Жаңағы біздің 249-да 00 недельный макс бағаны алып кеткен болса, мен не дедім? Біз қарайым, тек қана лонгқа кірем дедім. Лонгқа кірген уақытта біз обязательно осы дистрибуционный макс бағасына келіп тірелуші едік. Осыны да алып кететін болсақ, біздің запас ходамыз мына гэпке дейін барады деп бір дневкада осылай өздеріңізге анализ жасап аласыздар. Енді қараңыздар, мынандай дистрибуционны құлаған свечкаға мен привязка жасадым мына фитильді. 237-де 06. Зеркалка ретінде мынаны да алсақ болады, 238-де 25, көріп тұрсыздар. Мына күндері біз не істеген екенбіз? Ложно прошивать еттік, но осының зеркалкасын ала алмай, үш күн бойы осы макспен осы екі ортада қысылып қалған болатынбыз. Да, біз не істедік? Закрылись выше вот этого максимума. Жаңағы недельный таймфрейм бойынша
макс бағаның үстінен жабылған болатынбыз, бірақ та келіп тірелдік мына дистрибуционныйдың макс бағасына. Но премаркет уақытында не көрсетіп тұр бізге? Қарасаңыздар, премаркет уақытында біз осы 249,98, мына 49-ның үстіне $1 выше жабылсақ, премаркет уақытында бізді не істеді? Гэп даун қылып бізді не істеді? Осы жаңағы макс бағаның астына лақтырып тастады. Көріп тұрсыздар, иә? Енді осы уақытта бізде гэп даунды көріп тұрмыз. Фитильмен не істеп жатыр? Келді, осы макс бағаны ала алмады, бір келді осы жерден отказын алды, бір келді осы жерден отказын алды. Және де бұл жердегі бізді құлатып тұрған уровень, ол мына жердегі макс баға. Яғни 248,10 уже бізде премаркет уақытында көрсетіп тұрды. Он тянулся, мына 249-ға тянулся, бірақ та осы макс бағаның астынан жабылып қалып тұрды. Астынан жабылып қалды. Енді осы жердегі премаркет уақытында сіздер мән беретін картина, ол қараңыздар. Мына күні премаркет уақытында не істеді? Екі жақты глубокий фитиль көріп тұрмыз. Яғни бағаның денесін, бағаны біз не істедік? Қысып тұрдық. Жоғары жағында бізде мына дистрибуционны қысып тұрса, төменгі жағында 42,61 зеркально жаңағы тұрған гэптің несі қысып тұрған болатын, иә? Енді обязательно премаркет уақытында сіздерге көрсетіп тұр, міне. Мен перелоу жасап кеттім дейді. Мен перелоу жасадым именно нені? Қараңыздар, мына жерде фитильмен алсақ привязка, мына жерде денесі тұр. Тура осындай мынаның фитилін, мынаның жаңа қысылып тұрған денесін мен перелоу жасап кеттім дейді. Мен перелоу жасап кеттім. Міне бізде дистрибуционны құлаған свечка тұр. Осының макс бағасы, міне мынаның жабылу цена закрытия макс бағасы тұр. Осыдан құлады ма баға, обязательно не істейді? Осының зеркалкасына алып кеп береді. Бұл зеркалканы да алып кетсе, обязательно осының минимумына әкеп береді деген бізде уже сондай өздеріңізде бір анализ тұру керек еді. Міне бізде да баға тянулся, бірақ та перелоу жасалған жоқ. Нені перелоу жасалған жоқ? Мынаның минимумын ала алған жоқ. Келді, бір жерден поддержка алды. Оны қазір қарастырамыз, қай жерден поддержка алып кеткенін. И білесіздер, дистрибуционны құлағаннан кейін осының зеркалкасына дейін ол баға не істеу керек? Бізді қайтадан мынандай убытыкты половинасын бізге перекрывать етіп тастау керек, иә? Енді қараңыздар, 4 сағаттық бойынша бізде бағаның қысылып тұрғандығын былай да қарауға болатын еді. Міне бізде көріп тұрсыздар, мынандай баға өсіп кеп тоқтаған макс бағалар тоже қысылып жатыр. Төмендегі мынандай минимумдар тоже қысылып келе жатты, иә? Поэтому біз кеше маркет ашыла сала импульспен қатты құлаған себебіміз сол, өйткені бағаны бізді қатты қысып келе жатты да, и в моменте не істеді? Бізді макс жоғардағы мынандай 49-дан, мынандай 48-ден, мына минимумды алып кетті 45-те 70, и маркет ашыла сала, жарты сағаттық таймфреймнен де қарасаңыздар көрініп тұр, иә? Прям келді де осы жаңа 45-те 75-ті алып кетті де, маркет ашыла сала қатты құлап кетті. Так, біз енді қараңыздар, біз қалай жабылдық? Бүгінгі күні біз жабылдық мынаның зеркалкасын тоже не перелоили. Қайтадан біз не істеп жатырмыз? Осының макс бағасымен, осының ортасы зеркалканы біз әлі де ала алмай жабылдық. Фитильмен пока жай ложно прошивать етіп жатырмыз, иә? Бүгінгі күнгі анализді енді тағы да көре жатармыз, қалай маркет ашылады, гэп даун болып мына зеркалканы астынан ашылама, немесе уже бағаның ашылу бағасына да байланысты ол. Так, жалпы дневка бойынша мынаны зеркалка ретінде алсақ, пока бұл зеркалканы біз просто прошивать етіп тұрмыз, иә? Егер де осы зеркалканы алып кететін болса, онда глобально қарағанда біз будем стремиться қайтадан осы 222 деген бағаға құлауға будем стремиться. Пока осы дистрибуционный. Егер де мынандай макс бағаларды алып кететін болсақ, онда уже запас ходаларын осылай в моменте сызып қарап отырасыздар.